Бүгін 15 декабрь 2025 жыл мінекей қазір Теле2 орталығына келіп тұрмыз. Осы жерде мүгедек кісілер, көзі көрмейтін, жақсы көрмейтін кісілер қызмет көрсету өте төмендеп, бұл кісілер өзінің наразылығын білдіріп тұр. Сіз аты жөніңізді айта кетіңіз? Атым Ержан. Ержан? Иә. Мынау үйде жатып, мына мошенниктер деген күніне 5-6 рет звонить етеді. Осы не қылса блокқа қояды деп демеген, естіп осы жерге келдім, Теле2. Жаңа міне тұрғанымызға уже 1 сағат болды. Мен алдымда жаңағы мына қыз тұр, негізі қай жерде болса да мүгедек адамдар кезексіз қабылдану керек еді. Теле2да ол тәртіпті ұстамайды екен. Мен қазір Теле2 орталығында тұрмыз. Қазір 2 мүгедек тұр. Біреусі мынау қарындасымыз, біреусі мына інішегіміз. Өзінің наразылығын білдіріп, бізді қабылдамай тұр дейді. Қыздар қабылда десе, сенің алдында адам тұр, мен сені қалай қабылдаймын деп отырып алып, міне біреусі әбетке шығып кетті. Теле2 орталығының өзі бүргенің көтінде кішкентай жер екен. Үлкен кісі осындайларды түсіріп жүрмесі болмайды. Сіз не? Сіз инвалидсіз ба? Сіз енді өздеріңіздің мүгедек екендеріңізді бұл қыздарға ескерттіңіздер ме? Ескерттік. Мүгедек екендеріңізді ескерттіңіздер. Алайда очередке тұр деді ме сіздерге? Бүткіл жерлерде инвалидтерге, мүгедектерге кезексіз қабылдау. Бұл Теле2 орталығында бұл заңдар қарастырылмаған екен. Бұлар өздері ішкі заң шығармаған, сыртқы заңға бағынбайды екен. Билайынға барсаңыз,